Улуттун сыймыгы бүгүнкү күндө бүткүл дүйнөнү таң калтырган хирург, академик кыргыз элинин баатыры Мамбет Мамакеев 93 жашта. Дүйнөлүк Гиннес рекорддор китебине өзүнүн 68 жылдык иш тажрыйбасы жана 30 миңден ашуун операциянын түрү, ошондой эле эң кары 93 жашында дагы операцияларды жасоо ишмердүүлүгүнүн аркасында тандалып кирип олтурат. Мамбет Мамакеев кандайча хирург болгонун жана эстелигинин тургузулушу, улуттук хирургия борбору канчанчы жылы кимдердин колдоосунун негизинде уюштурулганын айтып берди. Бул зданияның салынышына примерно 40 жыл болады. 40 жыл. Анын ар жагында эски больница турбайбы? Бул жерде бир узун барак үй турчу. Аркы эски больницада шундай условия начар болду да. Больнойлор жерде эле жатчу. Бизде бир больницанын бир жаман жери. Свет жок, орун жок, хирург жок, инструмент жок. Агар андай боло турган биздики острый ооруларды. Кээде 5 минут решает роль. 5 минут кечиксе өлөт. Ошон үчүн ошол эски больницада орун жок. Биз колго эле матрас коюп жаткызабыз. Ошентип атканда анда Советтер Союзу Бегматова деген эже Верховный Советтин замы болчу. Ошол эже приступ келип ошону мен операциядында ушундай красивый чачы жерге тийген укмуш эле. Ошол биздин условиябызды көрүп эртеси жатат бар эле полго. Ал мурун көрбөгөн киши таң калды. Мамбет, Советтер Союзунун 40 жыл ушундай больница барбы деп. Анан бир күндөн тартышып деген экинчи секретарын жасадым. Анан ошол условияны көрүп туруп ошолор Усубалиевка доложить этип, 2 күндө Усубалиев мен жашыбак, Мамбет ужел ушундай условияң начар дедим. Анан булар баган доложить этти, мен макул болдум. Ошол ишиңди бүткөзүп ал, буларды жакшылап дарылап, ишиңди бүткөзүп ал деди. Ошол иженин заслугасы Бегматова. Бегматова ошол бүт барын чакырып указание берип, Бегматованы ушунга чейин биз унутпайбыз. Бүт хирургтар, орган кишилер Бегматова эжеге рахмат айтабыз. Ошо 6 жылда бүттү ушу. 6 жылда мен ушул жерде отурдум го, прораб болуп. Анан момунда жазбадыкпы эстеликте. Бул чындык. Улуттук хирургия борбору деп койбодук ачылганда. Акаев дубаганда берди. Ошон үчүн турбайбы? Улуттук хирургия борборун негиздечү Кыргыз Республика баатыры академик Мамакеев жазып турат. Бул чындык. Мына ошол здание бүтүп, азыр ийгилик иштеп атат. Азыр 250 койка. Азыр башка условияда баары мен доктор болгуча кабинет дегенди көргөн да эмесмин, уккан да эмесмин. Азыр ар бир сестра хозяйка бир врачта өзүнчө кабинет, өзүнчө туалет, условия азыр таптакыр башка. Бүткөндө анда ушундай чала бүткөндө үстү жабылган эмес. Кийин барлыгын өзүбүздүн күчүбүз менен бүткөздүк. Азыр буйрусу ичин көрдүңөр да, ичи ушундай таза. Ар бир отделение заведующий өзүлөрү ремонт жасайт, кемчилик жок. Бизде жылыга ушул срочный операциянын барлыгы примерно 8 миң операция ушеден өтөт да. Бизде основном ошол операция элди аяктыруу, анан экинчи 5-6 курстун студенттери окуйт бу жерден. Бизден кафедра бар. Анан кийин подготовка кадров дейт, научный кадрлар. Ошон үчүн ушул мен өзүм кына 74-жылдан 3-жылга чейин кафедранын зав кафедра болдум. Анан бул центр уюшулгандан кийин бул 20 жыл мен директор болуп калдым. Мына азыр 14-жылдан тартып бул жерде центрде мен азыр ардактуу директормун, почетный директор. Менин ордумда азыр өзүңөр көрүп атасыңар, менин оолум Канат. Bizde mınday zakon boyunca тирүүсүндө ат коюлбайт, эстелик коюлбайт деген. Анан 90 жылдык чыкканда
архитектура проекті барлығы правительствоға решает етіп, мен героймын да. Маған рұқсат беріп қойылды да. Ана мұны кейін, мен олым қанат болбай. Бұл бронзадан. Бронзадан тартылды 1 тоннадан ашық екен, ор. Мұны Россиядан Екатеринбургтан қойылды. Оказывается, илгері Екатеринбургтен Тянь-Шань облысы дружит етіп, ошақта қырғыз совхоз бар. Бір жерден қаттап тұрады екен, барғанда машинамен алып барып, 1 айда бүтті. Больницадан государственный 1 копейк. Бүт. Мен олым ана өзім. Көп жыл мұрын Араптан келіп Камил деген ұшындай соның кіші. Оша Қырғызстандағы мечіттердің барлығын оша кіші салды. Мұның жақсы жері бекер салды. Келішті маған. Бекер салып берел деп. Мен мұрынделі мешіт айтетшім. Мұны ем үшін, көпчілік азыр айтады. Ем үшін больницаны және мешіт салдырғансың деп. Мен айттым, мен дедім. Мұрын бұл больницаға жас срочный, мұсылман бешералары пожилай жаш өткендер келгенде операцияға тырышып болбайды. Тақыр атқазы. Емі операциядан өлі бойыш қорқады. Анам бөбірекке, бұл жерде құрттар жашайды. Шыларда 90-ға шыққан бір ауышқасы келіп, орып қалсын. Bir болбайды. Ошол келіп, ләләләләп өз тілінде бірдеме дейді, сразу мақұл болады. Анан ем бұл болғаны. Мен айттым, мына Құдайға шенетті. Мына бияқта бұл. Ушу бұл болғаны отказ деген жоқ больницаға. Мұны көрітті. Мұны көріп тұрып отказ жоқ. Мұның положительный жағы. Bir тыйым мұна расхат болған жоқ. Ем бұл бүткөнден кейін, ем қырғыз бұлды. Айнан көрдім де. Народный контроль, финансы текшерген 5 конца келе баштады. Ким рұқсат берді, ким свет, ким су. Мен бердім. Бұл бүткіші бүрен келбейсің. Азыр не болды? Келе баштады. Алардың дартын біліп тұрам. Оша мұжысылы бірдем алышты. Ошанып көнген. Анан кейін бұл пятницада көрсеңіз бір жерге намаз оқиды. Азыр бұл яқта қырғыздар бүт бұл жерге батпай кетеді. Машине батпай кетеді. Анан кейін ұшыл баяқы қиқырып оқи баштады, анан бұл мешайт ете баштады. Анан жақ келіп текшергендер 5 конца. Ана аяғында айтты. Айшын жоғат берді, жанан сілеге төлейін деді. Бұл больницаға мешайт етіп өтеді, оқытатпайды, жаңағы емне намазды оқуғаны қиқыр. Азан айтылады. Аны мен тоқтаттым бала. Больнойды оқытатпай, ақырына оқиды азыр. Анан айттым, бұл жерде машине толтыра бастырып айттығы алып бергілеші. Мен сілеге төле ошо ойдан жоғалды. Мұны ешқандай мешайт. Сіз намаз оқойсыз? Сіз өзіңіз намаз оқойсыз? Намазды мен әрекет қылдым, үйрен албай қойдым. Тақыр үйрен албай. Жақшылы бұл молдыр айтты. Бірақ ниет қойдыңыз? Бірақ мен ішенем. Мен өзімден ішенген, мені қолдауын Құдай Таалам бар. Болбаса илгеритен мені жоғатам тегу дегендер масса. Құдай Таалам. Мен мақтанып қоя, мені жоғатам дегендер характерім тұжалай бар. Гробойлық бар. Анан тил. Мен жа айтып жүрбейм, ким елем, ким болдым деп. 46 жыл келгенде Данет деген 2 сөзді білшіміз. Анан жүріп отырып ким болдым. Бұл емгек. Ошон аралығында көре албастықтар қырғыз бізді. Мұны мен парламентті сөйлеген, бізде хронический оры айықпаған. Бұл оры менен бізге келбейді. Иштарлық көре албастық. Ошондай алып жүрді, бірақ менің характерімен, тілімен, аныман болсы мен жоғалады бар. Ошо хирургия биринчи күнден тартып нормальный кетти. Бізде хирургияда жоғатым оңойлы. Көрбейсіз, специально. Машина екіншісіға шығады. Как раз екіншісі приемный блок. Больнойға же бұяқтан шығарады, сразу приемный кіргізеді. Бұл жерде лифт бар еле, мен жаңылыш қылып қойдым. Сұрап тұрып алышты, ең іш көп болып адады, шыны темеле қойылды, мен мақұл болып қайып ит болдым да.
Hazır uşaqta men çıgam. Lip balganda saksı yaxşı bolat ele. Hem onda Pavreki etaj büt. Birinci administrasiya, anan ikinci etaj приемный blok. Alıp gelgen bar üstünden. Anan üçüncü etaj реанимация, ya тяжелый больной. Dördüncü etaj fizioterapevтическое лечение. Бұл проект түзгенде мен өзім қатыстым да. Анан бұл жүр için көрсетем, тиги операционный. Операционный. 5 этаж. Көрдүңөр мü? Мұны мен өзім қатышқанан момдай соединять етеді. Отделениеға, бияқтан. Бияқтан бияқ этажға. İçine қаттайбыз да. Бауыреки ikinci этаж. Бұл круглый сутка операция. Андан кейінгі этаж көрдіңер мен постоянно, мен жасаймын. Андан арқы этаж дағы күндіз операция. Ең жоғарғы стекло үстіден қарап тұрады студенттер көреді да. Атетіге ескі больница. Ушыл ескі больницаның Бегматова ошоны жасап, ошол условияны көріп, жүрегі түшіп. Ошол еше жардам қылуына бұл салынып қалды да. Эми, бірінші этаж бош болчу, дегенде. Жөнлі açık болчу. Ondan кейін мен 60-тан мен туылған күнде 50-ге шыққанда ток ачайын денерде уққан білчі емеспін. Оңала баштаған анан денерде бола баштады. 50, 60, 70 подрядны. 90-ға шейін өткізіп келетім. Жоқ кейін мен танылып қалдым ел жұртқа. Келген кеткендер подарка ничего бар. Батпай баратады. Анан кейін ойлап отырып, мау жоқ, ылдый қыз. Ар жағын бүтеп тұрып Молдоваев салып берді. Ошоны музей қылдым. Анан кейін 80 батпай баратады. Анан бұяғын салдырдым, беркісін. Емдігі жылы болып қалды да былтыр. Арқы жағын сплош өзім салдырдым. Бүт өзім төледім де, өзім төледім. İçindeki turgan adamların padarka kalanın barlığını özüm жасадым. Мындай muzey görесіңер. Республикада жоқ. Бұл керек. Мен артымдан қалады. Мен артымда балдарға, айрықша врач-хирургтарға мұны көрсе өзінше бір сабақ. Мұны көріп тұрышады. Анан азыркы президентimiz Сооронбай Жээнбеков тұрады бұл жерде. Теге олым. Анан Бауыреке баяқты. 20 жыл болды ғой, тартандан ашық болды бүткенде. Бауыреке кресланы мен 90 жылға шыққанда подарить еткен. Кемпірім азыр 91-де бешер. Сокен апа. Сокен. Анан Қанат, Бақыт, екі олым, келінім. Бұлар 20 жыл мұрын сүреттер. Анан қалғандары менің сотрудниктерім, Укмуштай сон. Бауыреке Абырода бір кіші бар екен, тартқан. Көрмейсің, бір мықсығы жоқ, жан дүмірден жасаған, оқмыш кресло. Ұшынап келіп қойдым. Сізге біліп. Анам обырек, қалғаным барлығы ұшыл болған подаркалар. Көрмейсің бе? Бүтүндөй бир өмүрдү өтө оор, өлүм менен өмүрдүн ортосунда элчи болууга арноо оңой эмес. Бирок Кыргызда арыла албаган бир дарт бар дейт Мамбетова. Bizde Kırgız'da şunday ayakbas хронический оору бар. Көрө албастык, иштарлык. İçim tar, көрө албайм деп, муну менен доктурга кайрылбайт. Бул оору менен. Агер доктурга кайрыла турган болсо, эптеп ар жак бер жагын кескилеп отуруп мен аяктырат элем деп. Аякпайт. Мен билгенден ушунга чейин эл азыр бузук эле көп да. Кээ процент эл бар. Туылғаннан өлмüş адамға жақсылық ойлабайды. Мамбет Мамакеев, мен оğlum. Профессор дейді? 6 жылдан бері директор. Андан бері 10 жыл жерде главврач болчу. Профессор, бизнесменмен занимайся етеді. Талантты балдар. Мен мақтансам болады, талантты балдарымның бірі.
Андан кийинкилер профессор Калжыкеев, зам директор науковый. Тик Акматов Талай, бұл зам директор. Сабақ, бұл да доцент, бұл да зам директор. Аға, ушул жерде бир суроо берейинчи. Ушу Бектур деген уулуңуз сиздин эң ишенген, жакшы көргөн шакиртиңиз экен да. Азыр мен. Ушуну жоготкондо аябай мындай кесибиңизге таарынган экенсиз. Эмал бул жерде бар. Мына Жапар. Мына экинчиси экен. Бул аталаш бир тууганыбыз. Ушундай бир тууган болсо таланттуу бала болчу. Барлық жағынан, адам кәсіп жағынан, іш бойынша, наука бойынша укмуш келет деле. 52-сінде жаманы Ырак менен ооруп өлбөдү. Андайда эчтеке кыла албайт экенбиз. Эми аны айтканым үчүн ушунча 20-30 миң кишини спасать этип отуруп, ушул өзүмдүн баламды спасать ете албагам деп ыйлагам мен. Алабыз айла жок. Ошол профессорлер и заслуженный врачтар аягына чейин. Болдуйкылар только профессорлер. Тетиги Эрнис Тилеков, азыр тиякта директор. А берки Сопиев медиа академияда проректор. Кеткен. Балдарым деп атпайсызбы, эн атам деп атасыз. Тарбия деген эмне ушул? Тарбияга мен ишенбейм. Тарбия көргөн эмесмин. Сиз кандай тарбия бердиңиз? Кимге? Балдарга? Кене дейди тарбия. Өз эркин эле койдуңузбу? Канат. Туылгандан ушунга чейин бир капа кылган жок. Бир да капа кылган жок. Институт отличием бит. Кандидатский, докторский өзү жашайт. Ойлойт кesi атасы, мен грамм жардам берген жок. Эми азыр иш бер. Аба береки шкаптардын барлыгын өзүм жасаттым да. Китептер барлыгы ошо жерде. Эми боягы кийин дополнительный салдырдым. Мына бүт. Монун баары келген подаркалар. Сүрөттөр основной көпчүлүгү мен өзүмкү. Монун ичинде карыш кырычык деп эти барлыгы ушун. Жаш кезиңиздерде чайнектен айранга спирт куюп коюп ичкенсиздер да? Түшүндүм. Ушундан кантип өзүңүз табыс кармадыңыз? Келген журналист анамдан бар эле мени сурайт. Бу 93-кө чыккан бугандай желмебиз. Бул доктор болгондон кийин атайын бир дарысы бар го деп. Эч дараны менен билбейм мен. Диета дегенди билбейм. Ушунга чейин эмне берсен жейм. Аппетитим жакшы. Мен айтып атпайм, мени колдогон Кудайым бар деп. Ишенем. Тамеки кармап көргөн жокмун. Жытын да билбейм азыр. Азыр кабинетке бирөө тартса моментально. Мен шофурум билет. Ал тартты моментально билем. Тартпайт. Кудай жалга ушу тамекини бирөө кыстаган эмет. Кармап көргөн жок. Экинчи вредный ичкиликтен Кудай сактады. İçmeye kalındı. Agar хирург içem dese dayar arak günüge. Sebep günüge operasyon yaptı. Operasyon çıkana tuğanların bari götüp taradı ile koluna aylanayın doktor jalına tokmuşta aytat. Mınday basıp çay içip kaldı. Bir jolu içip ketsen büttü. Günüge oşun. Bekar arak oşun için хирург işi bir yılda gatoy alkoholik olup çıkardı. Men içpegen üçün benim baldarım korkut içpeydi. Uşulu könün sakladı. Men jankı maman esen yaşap uşul darajaga жеткеним, birden bir sebebi uşular olup kaldı o dep. Em bobraki 60'tan ötkөндөн kийин хирургтар операция жасабайт. Көзүн ачарлайт. Мээсин ачарлайт склероз болуп. Главный колу калчылдай баштайт. Ошон үчүн мир боюнча 60'tan өткөн киши жашабайт. Дагы мени колдогону. Мына азыр кулак, тилдин операцияга кереги жок. Биз операцияны эртеден кечке чейин унчукпай туруп жасоого болот. Ошон үчүн мен хирургтарыма айтам, хирургдун башы менен колу соответствовать керек деп. Иштеген чоңдорго башы менен тили соответствовать керек деп. Ошон үчүн
мен айтқан недостатка көзім ничего. Алжы елекпін. Аның белгісі жоқ. Главное қолым қалшылдай елек. Ажа ішкен кіші, тартқан кішілердің қолы қалшылдаса керек. Мен құда жылау шунға чейін мен қолым қалшылды. Ошол қасиет сақталған үшін мир бойынша азыр мен жалғыз хирург 93-ке чейін операция мен. Ошон үшін ошоны біліп жаң Гинескіге регистрация бүт мирге таратпады. Тетік Канададан бері звон деді. Канадада мен аспирант бар эле, Матс деген илгери иштеп кеткен. Ошонун баласы келген хирург Канадада иштейт. Ошол жактан көрсөтүп, ошол жактан звонить этип 80ге чыкты. Аял экөөжүн ыйлап отуруп көрдүк деп поздравить этти. Америкадан мен Акматовдун баласы иштейт. Ошол звонить этти. Бүт мирде көрсө. Москвадан сүрөт менен жиберди менин бир инилерим. Таң алып қалды, бүт мирге көрсөттүр. Ана бабыраке, мұны айтып атасың. Мен айтып атпайым ба? Мұның бары подарок, мен мұны сатып келген жоқпын. Редкий, красивый ішкіліктер. Ошоның кейбір үшері қойып қойдым. Фридман деген Ленинградтан келген ушундай абдан сылык культурный киши 30 жылда эчтеп бир жаман сөз оозунан чыкчу эмес. Эми мындай түшүнгөн ушундай сөз менен айтчы, укмуш. Анан бүтүп атып кафедраны совещание деп коюп, барып отурат, мени чакырды. Барып отурат. Профессор сурады, Мамбет, ты заканчиваешь, что ты думаешь, dedi. Ama эми барып отурган бары каршы экенин билем. Нахрен я хотел остаться здесь. Тетик жеті аял тұра қалды. Куда деп өлі? На аспирантура десем, жеті өтен сайрап шықпады. Ошондай жаман деді. Какой? Он славый, он нахальный, он не культурный, не образованный, не воспитанный. Бүт айтты. Аның бар менде. Анан эми профессор айтса, бүтті да, ертесі кетмей. Анан профессор айтты, у меня другое мнение, dedi. Мамбет очень много недостатков, dedi. Но что мне нравится, он очень старательный, хочет быть хирургом. А за счет аспирантуры мы не имеем права запрещать. Конкурсную основу. Конкурстан өтсе, пожалуйста. Ошондой эле керек экен бааларды тил жандана түштүм да. В течение 3 года от вас ни разу хорошее слово не слышал. Ни грамм не помогли. Кроме унижения, оскорбления, ничего не слышал. На этот раз я убедился. Плевал ваше мнение, dedim. Я пошел сдавать экзамен, деп шығай. Аны жалғыз эле кыргыз менде. Вы же меня боитесь, dedim. Ты көп жакшы түшүнбөйм. Адамдын өзүнөн. Башында жок бакма, бир золотой құлпыға салып, аспитивті ештіге шықпайды. Эми өзіңер деле көрүп жүрбөйсүз, айрыкча жетишкен үй биледе, чоңдордун балдарына чар. Воспитание дейт. Менин уулум Канат. Улусу айтпадым, бакыт 57-де, алда кандидат, 2 баласы бар. Аялы жакшы киши. 3 небереси бар. Канат кичүүсү. Туылғандан үлі жерге мен мақтанамын. Мен бұл ұлым үшін сый мақтанамын деп. Bir қапа қалған жоқ. Институт отличием бітті. Кандидатский, докторский өзі жашайды. Көпшілік ойлайды атасы деп. Грамм мен жардам берген, өзі. Анда ему главврач болды, администрацияның бизнесменен занимается деді. Мен көп бездельник туғандарым бағады. А улусы өкө бір үйде чоғаған. Улусы мен тамашыл. Аман жүр айлын айын, сені мен пенсияға шығарып қой, онан кетем мен деп. Ал нарушениясы көп. Ошо бір жерде іштейді. Венескасы шығып бүт мирге тарап тұрып, сөмеріне екенді. Бұл мен үшін емес, жалпы хирург, медицина, республика үшін бұл сыймақ болып қалды. Оқмыш екен. Эми булар келип же диплом табыштайбыз дейт. Эми ал жол жабык болуп атпайбы? Келет го, келсен анан өзүнчө болот го деп.
Эми жалпы кыргыз элине жаңкы сакалдуу катарында эмне? Бизде эми барыңар эле көрүп билип жүрөсүңөр. Бузукулар көбөйүп атпайбы? 2 жолу революция мирге таанылып кеттик. Биздин эл, биздин жаштар, биздин башыбыз башка элдикинен калышпайт. Оңолбой турган эчтекебиз жок. Эми азыркы биздин президент калгандары бар ушунча аракет кылып атат. Оңоло турган эле заман келди. Жер суубуз баары бар. Ушу өзүбүздүн внутренний, өзүбүз бири-бирибизди уважайтып ынтымакка келсек бир тилге. Оңолуп кетчи бирден бир жакшы республика баары бар. Ошон үчүн мен 93 мен негизги милдетим адам ден соолугу. 68 адам ден соолугу үчүн күрөшүп келбедим ben. Ошон мен жалпы кыргыз элине кааларым эле эмне? Только ден соолук. Ден соолук болсо өмүр болот, калганын барлыгы болот, өмүр. Ден соолук анан ушул жетишпеген ынтымагыбыз болбой атат. Бирден бир көрүнүктүү Кыргызстан ушундай деген атка консок деп мен мечт айтам. Качан болот билбейм. Барлыгыңарга ден соолук. Жок дегенде телевизорду көрүп отурганда 93 мен жашыма чыккыла. Кыргыз элинин сыймыктуу улуу инсаны, көптөгөн сыйлыктардын ээси жана ошондой эле дүйнөлүк Гиннес рекорддор китебинин жеңүүчүсү, академик кыргыз элинин баатыры Мамбет Мамакеев карт тарыхтын алгачкы барактарында атыңыз жазылды. Биз сиз менен сыймыктанабыз. Кичиген Көчөрова, Гүлчөрө Казымкулов, Нью ТВ.